Pascal тілінде енгізу шығару операторы. Pascal тілінде енгізу шығару операторын қолдану үшін біз free Pascal'ды қолданамыз. Ол үшін file new. Pascal тілінде программа сөзбен басталады, бірақ ол қатты маңызды емес. Бірақ программа арқылы программаның не аты екенін біліп алуға болады. Программа сөзінен кейін программаның аты жазылады. Программа аты жазылғаннан кейін міндетті түрде үтір нүктемен аяқталады. Одан кейін біз модульді қосамыз, uses crt деп атаймыз. Енгізіп болғаннан кейін біз айнымаларды енгіземіз. Бұл айнымаларды енгізудегі негізгі мақсат біз бұл программада екі санның қосындысын, көбейтіндісін, алымын және бөлімін шығаратын программа құрамыз. Ол үшін айнымалар бөлімі var'дан кейін жазылады. A және B және C типі integer нақты сан. Енгізіп болғаннан кейін программа begin сөзімен басталып, end сөзімен аяқталады. Міндетті түрде нүкте қойылады. Енді шығару операторы write line. Write деген екеуі де шығару операторы, бірақ write деген бір қатарға шығады да, одан кейінгі сан, одан кейін жалғасып кетеді. Ал write line басқаннан кейін келесі жолдан басталады. Сол үшін көбінде write line қолданады. Write line деп жазылады. Жақшаның ішіне апострофқа алынған сөз, экранға кез келген сөз жазса, сол сөз экранға сообщение болып шығады. Бізге керекті бұл жердегі сөз бірінші санды енгіз. Міндетті түрде үтір нүктемен аяқталады. Енді экранға сообщение бірінші санды енгіз деп шықты. Енді біз оны енгізуіміз керек. Енгізу үшін енгізу операторы readln деп аталады. Readln. Бұл да ln деген келесі жол, read'тің өзі сол сөзін жалғастырады. Readln a. Ол бірінші сан. Writeln апостроф екінші санды енгіз. Енгізу операторы тағы да readln b. Біз екі санды енгіздік, енді машина өзі екі санның қосындысын табады. Ол үшін команда береміз c. C бұл жерде бізге жауап шығару үшін c меншіктеу операторы қосыныкті және тең. A қосылған b. Қосылған санды экранға шығару үшін writeLine қолданамыз. Екі санның қосындысы тең үтір қойылады да, бізге шығару керек болған c-ны жазамыз. Немесе апострофқа жазылған екі санның қосындысы деген жазуды алып тастауға да болады, жай ғана апострофсыз c-ны жазуға болады. Егер дәл осылай қазір тексеріп көретін болсақ, екі санын енгізгеннен кейін қосындысы шығады, бірақ біз оны көріп үлгере алмаймыз. Көріп үлгеру үшін бізге readln командасын енгізу керек. Ол бір санды енгізуді бізден күтіп отырады. Біз readln деген енгізу. Машина бір санды енгізбегенге дейін күтіп отырады. Сол кезде біз жауапты көріп үлгереміз. Программа бітті. Енді қатесі бар жоғын тексеру үшін және программа орындау үшін Ctrl F9 бірінші сақтаймыз. Екі санның қосындысы. Окей. Бірінші санды енгіз дейді. 56. Enter. Екінші санды енгіз. 25. Екі санның қосындысы 81. Және байқаған болсаңыздар, мына жерде жаны өшіп тұр. Бұл жерде бізге readln командасы орындауда. Бір санды енгізбейінше программа бізден программаның өшуін күтпейді. Сол үшін біз Enter'ді немесе кез келген санды басамыз. Программадан шықтық. Енді әрбір көрген сайын бізге есеп келесі санға дейін шығып отырады. Мысалға тағы да көрсек, біз алдыңғы санда не шығарған байқауға болады. Ctrl F9. Алдыңғы санда біз 56-25 жаздық және жауабы 81-ді алдық. Енді бізге бұлар кедергі келтірмеу үшін 5, 6. Біз begin сөзінен кейін clear screen. Ctrl F9. Бұл дегеніміз әрбір жол есеп шыққаннан кейін программа өзі автоматты түрде
тазалап отырады. Clear screen. Screen деген экранды тазалау деген сөзден шығады.